кез келген крючоктың номері болады, және сол номеріне қарай бізде жіп болады. Крючоктардың өздері бөлінеді, оның арзаны да болады, қымбаты да болады. Өзіңізге ыңғайлысы қайсысы екенін таңдап аласыз. Мен осыған дейін енді қымбатымен тоқып көрген жоқпын. Менің қолымда тұрған бұл қарапайым крючок. Енді келесі кезекте бізге әрине жіп керек болады. Жібімізді негізінде крючокты жібімізге қарай таңдап аламыз. Оны қалай таңдаймыз? Біздің жіпті сатып алған кезімізде кез келген жіпте осындай жаңағы этикеткасы болады. Этикеткасының сыртында барлығы көрсетілген. Мысалға мына жерде 100 грамм, яғни менің қолымда тұрған бұл Alize Lana Gold Classic жібі. Бұл Түркияның сапалы жіптерінің бірі болып есептеледі. Денеге жағымды, ешқандай да жаңағы қышытпайды. 100 граммда 240 метр бар бұл жерде. Енді мына жерден назар аударсаңыздар, міне бізде көрсетілген крючок пен спицаның номері. Яғни бізге 4-ші номерлі крючок 6-ші номерлі спицамен тоқуға болады. Яғни 4-ші 6-ші номерлі спица крючоктармен тоқуға келеді деген сондайға арналған жіп. Және де тағы да жіп және крючокпен таныстырып өттім. Ендігі кезеңде бізге керек құралдардың бірі ол біздің линейкамыз. Не болмаса негізінде ыңғайлы етіп сантиметровая лента сатып алсаңыздар болады. Бұл өте қымбат тұрмайды. Өздеріңізге сол ыңғайлы, себебі ұзын, үлкен бұйымдар тоқыған кезде сол ыңғайлы болады. Мен қазір ол лентамды қайқа қойғанымды есіме түсіре тұрмын, сондықтан да сіздерге мысал ретінде осындай сызғышты көрсетіп тұрмын. Және де әрине қайшы керек болады, маркер керек болады, оны болашақтағы сабақтарда көрсете жатармын. Крючокпен тоқыған кезде кәдімгідей қолыңызға қалам ұстағандай ғой. Оң қолымызға қалам ұстаймыз, сол қолымызда дәптерімізді есептейміз. Міне мынау дөңгелек шеңбер. Енді осы шеңбердің ортасынан крючогымызды салып, мынау қысқа жібімізді шығарып аламыз. Сосын сәл бүйтіп ақырын екеуін бірге қосып тартсақ, мынау байланады. Мынау біздің бастапқы жібіміз болып басталады. Жібіміз болып саналады. Үстіп крючоктың размеріне келтіріп аламыз. Мінекей, қатты қысып, қатты бос болудың қажеті жоқ. Өзінің размерімен тұрса болғаны. Енді ары қарай воздушная петля дейміз, оны қалай тереміз? Міне, осылай іліп алғаннан кейін, мына жіп бізге керек емес. Бізге мына жіп керек. Бұл біздің жұмыс жібіміз болып есептеледі. Енді мына крючоктың бас жағына жібімізді алып келіп, жұмыс жібімізді іліп, мына ортаңғы шеңберден шығарып аламыз осылайынан. Сонда бізде бір воздушная петляға көтерілді. Келесі ары қарай дәл солай кете береді. Міне, мына жіпті іліп аламыз, жұмыс жібін. Осылайынан іліп алып, мынаны жұмыс жібін мынау алдыңғы воздушная петлямыздың ортасынан іліп шығарамыз. Тағы рет көрсетемін. Жұмыс жібін крючогымызға іліп, алдыңғы воздушная петляның ортасынан іліп шығарамыз. Осылайынан кете береді. Міне. Және де сіздерге қанша воздушный петля керек, сонша тересіздер. Ол воздушный петляны қалай есептейміз? Оны былай есептейміз. Міне, бүйтіп қарайтын болсаңыздар сіздер, мынау кәдімгі шаштың өрімі сияқты болып тұр. Мынау сонда бірінші өрім ол бір воздушный петля, екінші өрім 2, 3, 4, 5. Менде 5 воздушный петля болды. Енді мынау крючокта тұрған ол есептелмейді. 5. Егер де ары қарай жалғастыратын болсаңыз, онда тағы да ілесіз. 6, 7, 8, 9, 10, 20. Менде 20 воздушный петля бар мына жерде. Ең алғашқыда сәл қиындық тудыруы мүмкін, бірақ бір 3-4 рет тоқығанымен қолдарыңыз үйреніп кетеді. Енді менде 20 воздушный петля бар.